Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздерге 3 тамыз бен 9 тамыз аралығындағы торпақ белгісіне арналған жұлдыз жорамалын ұсынамын. Құрметті торпақтар, сүйікті торпақтар, сіздерге осы аптада жұлдыздар әулетіңізде, отбасыңызда болып жатқан жағдайларға, жаңалықтарға мән беріп, уақыт болып, көңіл бөліп қарауларыңызға кеңес береді. Және де сіздер жеке өмір мен социал өмірді араластырмауларыңызды ескертеді. Сонымен қатар өзіңіздің өміріңізге, болашағыңызға зияны тиетін арзан қарым-қатынастардан бас тартыңыздар. Себебі қазіргі таңда энергия өте мықты жұмыс жасайды. Жақсымен дос болсаңыз жетесің мұратқа, жаманмен дос болсаң қаларсың ұятқа деген аталарымыздың дана сөзін ескере жүріңіздер. Сонымен қатар осы аптада сіздер өткен өмірдің тақырыптарын жаңа күнге алып келетін боласыздар. Өткен өмірді ұмытып, жаңа өмірге қадам бассаңыздар, бақытты боларларыңыз бек мүмкін. Сонымен қатар осы аптада финанстық жағдайларыңыз жақсарып, кіріс шығысты есептеп, өздеріңізге түскен табысты берекелі етіп, ұқсатып жұмсауға тырысатын боласыздар. Әулеттің үлкендері айтқан ақыл кеңеске мән беріп, дұрыс тыңдап, қажетіңізге жаратсаңыз, нұр үстіне нұр болады. Үлкендердің ақылы артықтық етпейді. Сонымен қатар осы аптада сіздерге жұлдыздар шығармашылықта, жеке өмірде жақсы, дұрыс сараптап, дұрыс көзқараспен қарап, болашағыңызды ойлап, алға қарай қадам бассаңыз, дұрыс шешім қабылдасаңыз, сізге болашағы, нәтижесі қайырлы болатынын ескертеді. Құрметті торпақтар, сіздерге аптаға кеңес: өткен шақты өткен шаққа қалдырыңыздар. Жаңа өмірге, жаңа энергиямен, жаңа көзқараспен қадам басыңыздар. Сәттілік. Келесі кездескенше.